Зарина Дан это как ее самая молодая, самая такая продвинутая дидой, да. Когда снимаешь не дидо, но тикток или не түсірген кезде, инстаграм түсірген кезде, бізде чимкентте, например, осындай халықаралық деңгейде или там необычно показать, можно есть какие-то объекты дейді, или көшелер? И Ну, дополнительно я хотел бы еще добавить ага. вопрос. Вот смотри, вот у тебя 1 000 000 подписчиков. Мгм. Да, вот мы недавно буквально стали, да, Миллион официально 100. миллионником городом. И вот твои подписчики, например, скажем, молодежь, да, которая за тобой стоит, наблюдает за тобой, за твоим творчеством. Из других регионов их больше или только Шымкент больше вот, подписчиков? Ну, во-первых, не только Шымкент. У меня на первом месте Алмата смотрит, потому что город большой, там много людей. Потом Шымкент, Астана и даже Бишкек, Россия. Вот. Вообще очень много людей смотрят с разных стран, с разных городов. А вот что касательно вот этих, да, локаций, ну, вообще мы снимаем в Байдувейке, перед Риксосом, Ага. вот, на Кунаева. А так особо таких вот красивых локаций у нас нет. Ну, прям, чтобы вау сказать. Вот ты практически посвящаешь, да, свою жизнь к этому, Да. скажем, ну, интернету, да, можно сказать, Инстаграме, в Мгм. ТикТоке, да, и так далее. А вот личная жизнь у тебя есть? Ну, Конечно. Ну, э, вы смо- я, например, вот вчера вот посмотрел, да, перед Мгм. выпуском, просматривая YouTube твой канал. Ну, вот ты проснулся, себя снимаешь, идешь в ванну, себя показываешь, да, там идешь на английский, на курсы, себя показываешь. Ага. А когда вот бывает такое, что ты живешь вот вне вот интернет-ресурсов каких-то вот, без социальных сетей? Да, у меня вообще по правилам, то есть каждые 3 дня я отдыхаю от Инстаграма. 3 дня снимаю, 1 день выходной, 3 дня снимаю, 1 день выходной. Вот, и в выходной день я к Апашке еду, с ней бываю, потом в горы с семьей. Ну, вот так провожу время. Но там я успеваю делать Ну, контент. такой коммерческий вопрос. Не сколько ты зарабатываешь, да? Хорошо, не стану спрашивать, сколько ты зарабатываешь, это Ага. твое личное. Вот один пост или сторис выкладывать, это сколько стоит? И часто ли обращаются, вот, чтобы ты сделала какие-то публикации? Я, например, знаю в Алмате некоторых вайнеров, у них есть, допустим, вот устав, да, ограничения. Допустим, они не пиарят или не рекламируют, скажем, такие вот азартные игры, например, или такое харамное, да, что-то такое. У тебя есть такие вот принципы какие-то? Да, конечно, у меня есть свой личный менеджер, агентство, которое вот фильтрует именно рекламы. Ну, как вы сказали, это коммерческая тайна, так что, Ну, Вот как здесь, часто обращаются вообще, чтобы ну ты да, выкладывала? да, конечно, Часто, да? да, часто обращаются. но это пришло, то есть ты этим занимаешься сколько лет уже? Уже на протяжении, ну вообще я же начинала с Ютуба, Мгм. С Ютуба? да, а потом Ага. перешла в Инстаграм, поэтому в Инстаграме я примерно 3 года. Вот здесь я хотел один вопрос задать. Вот у нас многие привыкли видеть такие классные проекты, там, TikTok, пост на Instagram, где-то в Алмате, то есть все, даже наши ребята Мгм. уезжают туда, становятся какими-то там блогерами, как бы и развивают, да, там. Мгм. Вот ты создал это в Чимкенте, Мгм. то есть ты видишь, что как бы находясь здесь, да, живя в Чимкенте, можно зарабатывать, ну, если не зарабатывать, а можно двигать свою тему, можно брать подписчиков с разных стран, то есть именно в Чимкенте, да? Да, конечно, Шымкент же мегаполис, он тоже вот город классный. Поэтому я в этом ничего такого не вижу, можно и тут развиваться. Я здесь начинала, потом переехала в Алмату, но все же у меня вот прям такая активная аудитория, она с Шымкента То именно. есть и ты А вернулась. вот еще вот, Да. да, хорошо, пусть это будет вопрос некоммерческий. А что вот просят вот рекламировать или пиарить, там, выкладывать? Но вообще есть и крупные компании, как Холст, допустим, Гренки, а, там Асу, да, а есть и такие мелкие шоурумы, бизнес-компании, да, вот, А, и они вот просят рекламы. А вы можете, допустим, вот, возьмем такой годовой, допустим, да, Все к деньгам, да? позволить себе, допустим, приобрести что-то такое дорогое, скажем, автомобиль? Сейчас? Да. Ну, Сейчас хорошо, я могу позволить себе. позволить, да? Да. Только И это это за за счет 3 года, да, условно? Ну, как бы да, но смотря Активных 3 какая года. машина. Вот смотрите, да, Зарин, вот Гаухар Мсал, я каждый день, например, наблюдаю ее сторис, она выкладывает абсолютно вот в городе, кого она знает, кто у нее там завтракает бесплатно, да? Мгм. Или вы за это берете Нет, деньги? конечно. А почему вы это делаете, допустим, так? Или они вам оказывают такие услуги, допустим, Фархат, у нас бартер, что ли, у вас? встреча, да, когда мы с вами Да. первый раз познакомились, да, потом во второй раз встреча, Да. да, я вам уже сказала, почему Экен, потому что мне вот здесь хорошо. Как бы,
Почему бы, если я знаю вас, знаю другого человека, почему не связать бы вас? Да. Ну, Сол, классно же. мақсат сол, иә? Мен мақсатым сол. Ну, я не знаю, я не могу себя сказать блогером, но Вот если енді я... қараңыз, арамызда вот режиссер отыр, иә, Серік Таласов. Біз барлығын киносын көреміз, білеміз. Вот мысалы, вот элементарно скажем, вот Қазақстаннан бір телефон шығарды да, мысалы Инстаграмға алып келді да, Заринаға шығаршы деді, реклама, ақша беретін белгілі болды. Мысалы, саған осы продукцияны алып келетін болсақ, кинода қалай қолданып, и қанша мысалы соған ақша сұрайтын едің? Или әлде оны арнайы сценарий жазатын ба едіңдер? Білмеймін, ол маған ондай нәрсе болмаған. Горилла ғана бір мәрте келген. Оған бола сценариймен бірім келген жоқ. Даке, сізде ше? Вас просят вот пиарить, выкладывать сторис? Я развиваюсь только. Буквально недавно, вот месяц назад, я проходила мастер-класс. Ага. Приезжала моя подруга, она тренер, фитнес-тренер, знаменитая очень в Алмате. Шымкенте? В Шымкенте. Мы Жансая, да? Жансая. Вообще Шымкентпен, она никогда не была в Шымкенте. Шымкентпен, я ее познакомила еще в прошлом году, до карантина. И осы биыл жаңа жылдың алдында шақырдық, оны келді, бір айға келді. Сөйтіп, ол жерде бізге енді задание береді ғой, үйрену үшін, ашылу үшін, трансформация дейді ғой. Сөйтіп, бір задание было, одно задание. Заработайте деньги, то есть заработайте за 3 дня $100, именно принесете в купюре. Жанса, если увидишь, извини, что я раскрыла, это один секрет только. То, что это заработаете другими путями. То есть не тем, вот, не работой, да, не тем, чем вы занимаетесь, а басқа немен. Жұмысқа келдім, отырдым, не істеймін дедім. Сөйтіп ойладым, мен өзім официант болып жұмыс істейін дедім онда. 3 күннің ішінде $100 таба алатын шығармын. Енді официант болып у себя же на работе. Енді таныстар көп қой, оларға звондадым, официант керек емес па, я вам адам шақырамын деп. Сөйтіп отырдым да, сөйтіп думаю, дайте попробую рекламу сделать. У меня подписчиков немного, 3 мыңға жақын где-то подписчик, но ашсам, я знаю, что ол да быстро будет көбейетін. Так как я замужем, я не могу это все как публиковать. Сөйтіп отырдым да, думаю, просто өзімдегі бар адамға начала писать, өзім сторисімді шығардым. Нужна реклама, кому нужна, мне на карту скидывайте по 1000 тенге. И, в общем, я заработала 120 тысяч. Представляете? 120 тысяч. 120 тысяч тенге. И Почти $300, за 3 да? дня. Купюра. Вот здесь такой вопрос возникает. Еще вот хочу вам просто на будущее, да, так имейте в виду, деген, Да. Сергей просто 15 Я к чему говорю? Знаете, иногда не важно, что подписчиков коптят, да? Важно даже, чтобы подписчики были активные. Да. Вот, Вот здесь очень важный момент, я Факе перебью, в том плане, что то есть, когда нужно, мы делаем, да, то есть результаты, да, былай қарасаңыз, 3 күнде да, почти $300. Теперь вот такой вопрос, да, почему у нас, ну, может быть, они есть, но мало формата. Вот сейчас как бы вот новые проекты, да, вот, например, вы занимались, вот, рассказали, что эко или не эко, как правильное питание, да, например, да, как вы к этому пришли? Дакень сейчас, например, кайдзен, да, систему внедряет, это тоже новшество для нас. Сакень, например, через YouTube, вот я вчера мы тоже смотрели, я тоже удивился. Кстати, вот там можно я миллионы добавлю? просмотров. Тоже вопрос касательно вот Серікке. Вот, мысалы, Серік Таласов кино түсіреді, иә? Мысалы, бір кино в среднем обходится 2-3 ай уақыт кетеді, иә, соған, иә, шығаруға. Олан YouTubeқа саласын. Мен кеше буквально көріп шықтым бір киносын, 6 миллион просмотр бар. Біреу 12 миллион. 12 миллион бар, иә? Сол монетизацияда тұр ма YouTube қазір? Если не секрет, мысалы, табыс, да, мысалы, содан түсетін просмотрдан. Айына 1400-1500 сондай түседі ғой. Доллар. Иә. Теңгеде? Бір 500 мың теңге көлемінде. 500-600. То есть можно зарабатывать, Да. да? То есть я даже знаю, у нас Дакинг Блинчар, у нас есть 3 Star деген группа бар, То да? есть можно так, да, делать, да, Серік, да, мысалы, қазір бір независимо без спонсора кино түсіріп, YouTubeқа салып, сол жерде табыс табуға болады ма? Сериал болса. Болады, иә, табыс табуға, иә? Болады. Независимо ешкімнен, иә, былай? То есть у нас в Чимкенте можно интересные, масштабные такие креативные проекты создавать, да? Но все-таки их мало, где более обжатым, да, сейчас. Вот как их больше сделать, чтобы у нас условно как Зарина, как условно, ну, кайдзеном увлекался, я не знаю, там 1000, как бы конкуренция была, ну или наоборот собиралось больше людей, да, например, вот біз қарап жатырмыз Алматыда, да, например, Марван Сисимбай там собирает сколько-то по Казахстану, да, то есть все кайдзен, такая тема. То есть у нас все-таки мы видим, эта тема нужна, то есть уже как бы есть лидеры, которые начали это, но вот создать эффект толпы дейді ғой. Вы знаете, я считаю, что, ну не знаю, это мен ойым, да, что вот, например, бұл кісі өз саласында, сіз өзіңіз саласында, ну бұл кісілер қазір делятся, а мне кажется, что казіргі поколение, вот даже иногда я сама сталкиваюсь с таким, что когда вот енді как бы
я 3 года в этом бизнесе, в своем казар кофейняда. Бывает, я за помощью обращаюсь к волкам, да, ну, которые уже давно. Многие не делятся своими секретами. Мне кажется, ошибка в том, что вот мы должны говорить, У нас чемпионы помогать не друг делятся, да? другу. Ну, по крайней мере, вот бывают Да, такие да, моменты, да. кто-то прям полностью карты раскрывает, а кто-то не хочет говорить. А если бы мы вот так ашып, бәріміз сіз бүгін танып отырмын, сізді танып отырмын, ертең мен осындай кісімен таныстым, ол естіп, ой, маған сол кісі керек, таныстыршы деп. То есть мы бүйтіп үлгіге берге деп ойлаймын, да? Я думаю, мы знакомимся только тойда, наверное, да? Но там не раскрываемся. Мен Ержан деген досым бар, ол жаңағы Каспий групп, синдром отличника дейді да, өзі өйтіп көрсетіп қояды. Иә, тығылып өзіміздікін жеп жатамыз. Әрі осы Шымкенттің үлкен ауруы осы. Дұрыс айтасыз. Қызғанады, бір-біріне Қызғанады. информация қызғанады. Айтпаймыз, Да, да, да. бір-бірден бір нәрсені табыстың көзін аштық па, өзіміз соның ішінде бүйтіп жүреміз. Тығыламыз да. Ал білімді жалпы мына ағаларымыз бұрын неге үйрететін бізге? Неге айтатын? Өйткені ол кездегі бір үлкен исламдағы үлкен тәрбие бар, аталарымыздың тәрбиесі бар. Бөліскен білімнің берекесі бар да. Қазір туған бөлім темір саласында өте үлкен маман. Мен өзіме оқушы таба алмай жатырмын дейді да. Мен оқушыға 250 мың төлеймін дейді. Бір жарты жылда, бір жылда үлкен сварщик болып шығады. Бірақ келгісі келмейді дейді да. Енді бизнесменнің бірінші қадамы біреуден барып бір нәрсені үйрену ғой. Бізде дұрыс, блогерство деген жақсы, Instagram, TikTok, соцсет өте жақсы нәрсе. Бірақ табыстың барлығы ол жақта емес қой, табыстың мынаны шығаруда табыс. Дұрыс па? Производство, өндіріс. Өндіріс болмаса, нан шығарайық, тәтті шығарайық, киім-кешек шығарайық, тамақты дұрыс пісірейік. Соны дамытсақ, және соны дамытуда бір-бірімен бөлісе алсақ, үйрене алсақ, тәкаппарлықты басып, білетін адамдың білімділігін мойындасақ, және білетін адам өзіне үйренуге келген адамды мүмкіндігінше тәкаппарлығын басып, осы маған сыйлап келіп отыр ғой, үйренейін деп отыр ғой, бұл болашақ қой деп беретін болса, және сол берген кезде менің берекем көбейеді деген ұғыммен, біліммен қадам жасайтын болса, біздің әрекетіміз оңды болады. Қараға, мысалы, қазір Дәкең айтып жатыр ғой, вот сіздер бастаған кезде, мысалы, сіз қолдау көрсеткенсіз, мысалы, сіз қатар кісілер. Қазіргі вот заман ауыса келе, неге ондай болып қалды, мысалы, айтып жатыр ғой, ешкім қолдамай қойды деп. Бақталас көре алмаушылық көп бізде. Вот, именно менің қарным ашатыны осы мұсылман жастарына. Енді мен бөлгім келмейді, бірақ айтатын бұрын мұсылман жұрттар өнеге қылып айтып еді. Оны қазір біз қарасақ тек Япониядан көруге болады. Японияда қайда жоғары дәрежеде. Үлкенді сыйлау, асыру, қазіргі несіне дейін. Керек болса мектепте сол жапон тілін 8 жыл оқып, одан кейін ары қарай қалған пәндерді оқиды. Міне. Ұлт сүйе, ұлт жанды болу деген. Ұлтты бөлу емес, ұлт жанды болу. Сосын сұрақты менде серік келді, мысалы, серік киноларын көретін болсақ, көбінесе отбасылық тақырыпты көтересің да. Не үшін? Ол бірінші сұрағым да. Екінші сұрағым, неге сен әлі де неде жоқсың? Үлкен экранда. Үлкен экранға шығу үшін бюджет қомақты керек, оны бір басқаша шығарсам деген өзім бір ниет болып жатыр. Құдай қаласа биыл әрекет жасап жатырмын соған. Отбасын алған себебім бәрі отбасыдан басталады ғой. Егер де өзің отбасың бағанағыдай нашар фильм көрсем, мысалы, қайын енесімен, мысалы, қайын анасының арасына бір тақырып. Өмірден аламыз ғой. Мысалы, мен 2014 жылы өтелмес борыш деген фильм түсірдік қой. Мүмкін білетін шығарсыздар, анасын тойға апармай қоятын кино деп айтады. Бәріміз көрдік та, оператор мына осы кісі бірге түсірдік. Мысалы, сол киноны түсірген кезде 19 минуттық. Бірақ біз сол фильм түсіру үшін бір тиын ақшамыз болған жоқ негізі. Сонда Шығыс Қазақстаннан бір кісілер шықты. Оған дейін бір фильм бар, соны көріп, біз саған демеуші боламыз. Сосын есімін айтсақ болады шығар ол кісінің? Есімін айтсақ болады шығар? Жоқ, Шығыс Қазақстан кісілер болды да. Бірақ фильм ақшасын төлейміз, бірақ фильм Шығыс Қазақстан атынан шығады деді. Маған сәл ол көңіліме толмады да. Бәрі Шымкенттің адамдары. Сосын мен көпшілік балдарға айттым, жігіттермен төлейтін ақшам жоқ. Бірақ реклама үшін істейік дедім да. Сонымен бәріміз солай кірістік, дұрыс па? Сонымен бәрі кірісіп отқан кезде, бірақ фильм бағанағыдай түсіргім келген жоқ олай. Сөйтіп өзіміздің Шымкенттегі осындай ағаларға бардым. Сөйтіп Әли Бектаев деген кісі бар тұғын. Ол кезде осы облыс әкімінің орынбасары. Сол кісіге айтып едім, ол кісі қолдау керек деді да.
енді көп емес, азын-аулақ енді қаражат кішкене көмектесті. Оның үстіне қуанып, енді бір екінші туындымыз тұғын. Сонымен түсірдік, 19 минуттық. Сонымен ол кезде Инстаграм болды ма, болған жоқ білмеймін, бірақ YouTube желісі болды. Енді дамып келе жатқан. Сөйтіп фильм шықты. Фильм шығатын кезде премьера болады бізде. Содан кейін премьера болатын кезде мен өзім жақын араласатын достарым бәрін шақырдым. Ішінде бір досымыз болды, сөйлеп қалған, фильмің қанша минут деді. 19 минут деп едім, сонда күлді, не үшін күліп жатсың деп едім. Сонда фильмің басталып жатыр, мен әжетхана барып келсем бітіп қала ма дейді ғой. Жоқ, сен отсай десем, жоқ, мен қымыз баратын шығармын деп приколдайды, әзілдейді да. Соны кеш бауырым дедім, болып сен үшін келемін деп келеді. Соны бір кезде сатира театрында болды, зал тола, фильм басталды. Маған бір ода басты нәрсе көрерменнің әсері, қалай әсер алып жатыр. Қызық қой енді. Сөйтіп ана бала кепка киіп ортасына отырып алыпты. Алдында бас иман, ана үлкен кісілер отыр. Ана баланың эмоциясын қарап отырсам, бір кісілер жылап отыр фильм. Сөйтіп фильм бітеді. Ана жер деген халықтың астық ықылас деген қошемет ұзақ болды. Басқаша маған денемандай бір неғып кетті, тыпыршы бір. Енді қуанышты, енді екінші туындым, соның бәрі батасын беріп жатыр, бірақ ішіндегі бір бала жоқ. Ол кім? Бағана әзілдеп отқан бала жоқ. Бәрі құттықтайды, ана бала жоқ. Сосын мен қызық болды. Оған звондаймын ғой мен. Досым қаяқтасың десем, мен ана фильмің мен жүректен тепті дейді. Енді не болды? Ауылға кетіп баратын жайша, мамашкеге бармаған 1 жыл болды дейді. Сонда жұмыс деп жүре берген, ол фильмді көріңіз бармайды екен. Ал егер де мен соны өмірім біліп, досым, сен мамаңа бармағына 1 жыл болыпты, барсай десем, ол сен не шаруаң бар деуге мүмкін да. Ал мен бір түсінгенім, фильм арқылы адамды тәрбиелеуге болатындығын білдім да. Содан бастап мен 2014-тен бастап сонда тек сондай тәрбиелік фильмдер түсіріп келе жатырмын. Жаңағы айтып отқан кинолардың анасын тойға алып келмей, анау әйелін Иә, жағын иә, шақырып, иә. кейін бастығы келіп ананы қайда деген. Иә. Действительно. Серия киноласын алатын болсақ, мысалы, да, мен айта алмаймын бюджеті көп деп. Бірақ көрермені бар да. Кәдімгідей халық арасына танымал фильмдер. Жоқ, андай нәрсе бар ма? Ол жүректен шыққан нәрсе, ол жүрекке жетеді дейді. Сондықтан да мен бірдеңені түсірмес болып, мен әбден есептеймін оны. Мысалы, мына кісіге айтып көрермін, мына қарындасыма айтып көрермін. Айтып жатқан кезде бұның маған несі қызық? Қай жерінде әсер алады? Егер де бұл әсер алмай жатса, мен басқаша көремін. Оны түсір жүрмеймін бар. Мен әр туынды мысалы 5 минут болсын, 10 минут болсын, бірақ оның астына мен айлаған еңбек жетеді. Мысалы мен былтыр ма Жезөкше деген түсірдім. Ана Миневка туралы Мерседеске тоқтайды. Бүкіл Қазақстан. Мысалы, ол менің жеке Дау пікірім. болған жоқ па сол кезде? Шыны керек, мен оны екіншісін түсірейін деп жатырмын да. Жоқ, Хайп болды. мысалы, байлық деген, жалпы айтқанда, алтынды алайық, күмісті алайық, бриллиант, кез келген нәрсе ол өте тереңде орналасқан да. Оны алу үшін қанша еңбек, қанша адам өліп кетіп жатыр да, мысалы, алып кету үшін. Сол сияқты қыздың да ол несі, ол байлық та. Оны алатын адам да оған қолаңға жетпей керек та. Сондықтан да егер де бір шындап келген кезде бір мынандай бір ашық, шашық киініп отқан қызға барып бүйтіп, сен намаз оқисың ба деп сұрамайсың ғой, оған автомат түрде сенің ойың сәл бұзылады. Сондықтан да біріншіден біздің сәл өз-өзімізді бағалау керекпіз да, сені біреу бағалау үшін. Сондықтан да мен сол фильмді түсірдім. Актерды камнями закидали. Зарина, вот вопрос к тебе касательно, вот, как часто тебя приглашают вот, режиссера, допустим, по Казахстану? Часто поступают Именно предложения? В в кино? киносфере, Да, да? да. Вот первый раз я у вас снялась, Ага. Калхан Кулахан. Ну, мы тогда снимали такое Да. для балапана, тогда Да. еще ты была. Сколько тогда тебе было лет? Мне было 13. 13 лет. Да. Сейчас 17, да? Мгм. После этого меня позвали на каникулы оффлайн, потом Бертохсан позвали, но я тогда не смогла к ним пойти. И вот недавно, где-то месяц назад, я снялась в TikTok House 2. Это на телеканале будут показывать, также на Ютубе. Вот, например, Сири Талас как-нибудь, дай бог, я думаю, что в будущем сработает. Если он позвонит, ты бы пошла бы сниматься в его фильме? Ну да. Егер мысалы Зарина келетін болса, келісімшарт келісетін болса киноға, қандай образ береді деймін кинода түсетін? Бұл
бұл талант пен ғылымды ұштастыратын бірегей әлем. Бізде ел ертеңіне қажетті барлық мамандықтар қамтылған. Жастардың қарқынды дамып, жетістікке жақындауына жол ашады. Серпінді білім берумен қатар, жарқын болашақты қалыптастырамыз. Білікті мамандар даярлау үшін бізде заманауи технологиямен жабдықталған. Сапалы білім, саналы ұрпақ. Гуманитарлық агроэкономикалық колледжінде. ГАЭК. Гуманитарлық агроэкономикалық колледжі. ГАЭК. Болашаққа өткір көзқараспен қара. Зарина мысалы түсінеміз да, еркін қыз да бұл былай Иә, айтсақ жалпы да, вот қандай роль ұсынатын? Новое поколение ғой енді. Талап қоятын ба едің? Шекара Оған деген. енді адамның бірінші роль бермес бұрын оның несіне қарайсың, өмірлік оның қасиеті қандай. Енді былай айтқанда өмірде бір чума адам ғой мысалы. Болады ғой, ешкімге несі жоқ адамды. Оны батырға бере алмайсың, батырдың рөлін. Ол өмірлік оның батырлық қасиеті жоқ ода. Батырлық рөлді беру үшін де адамның өзі мысы болу керек. Оның ойнаған кезде соған сендіретіндей. Момын адам біреуге келіп айтса да ол андай айта алмайды да мінезбен. Сондықтан да қарындасыма бір момын роль емес, кішкене мінезді, қаланың қызы, қала көрген, еркетай бір. Зарина, у тебя просмотр больше, вот ты смотрел, у тебя пиковый просмотр именно қайсы тематикадан көп қарайды, да? Вообще, простые видео набирают огромные просмотры. Допустим, я вот 3 дня назад выпустила видео, «День Келинки» называется. День Келинки? Да, в ауле снимала просто андай, по приколу, тауықтармен. И это видео набрало 1 миллион просмотров. А если, скажем, ты что-то снимешь более серьезно, социально, да? Он более не заходит людям. Просто почему ты думаешь, что вот более такой серьезно, если социальную тему поднимаешь, нету просмотров, а если такое легкое что-то такое, которое быстро заходит, как ты говоришь, набирает популярность? Ну, я не знаю, с чем это связано. Ну, мне кажется, им Просто нравится простота более всем нравится. юмор. Ну, андай, бессмысленные видео более нравятся. Сәке, вот сізге бір сұрақта, бізде, например, Нурлан Қоянбаев, это, ну, условно, его бизнес по-казахски, доказал, что да, этот бизнес-подходта без госбюджета можно зарабатывать как бы проекты. Сізде сондай жоспар бар ма? Иә, мен мысалы дәл қазір ютубтың табыс тауып жатырмын. Бұл әшейін бұл расход былай жабу үшін ғой. Маған бұл мотивация берген Мирон деген бауырымыз бар. Мейрам деген киностудия, детский киностудия бар. Оның бір каналының өзі 10 доллар түседі. Өзім көрдім. Өзі без мемлекет қолдаусыз, өзі чисто частный. Иә, ол керемет. Менде көбісі мысалы менде тапсырыспен түсіреді мысалы мен. Бір өзімнің мысалы дәл қазір осы бір жарты сағат бұрын туындымды шығардым да. Сол сияқты бір ол арасында өзімнің бағанадай бір өзім шығарып қоятын туындылар болады. Бірақ көбінесе мен тапсырыспен түсіремін да. Сондықтан да Мирон мысалы мен көрдім, бірақ ол жерде детский. Балаларға арналған. Ютубта бөлінеді. Үлкендер, сосын бала шағаға. Егер де сен үлкендер тобынан Миронныкі детский емес, Руздос үлкендердің болса, өрде 20 мың доллардан көп табады айына бір каналдың өзі. Өйткені балалардың контент андай, олар рекламаны өткізіп жібереді. Рекламаны ары қарай сатып алу деген нәрсе жоқ та, ол ютубын бәрін бағалайды. Сондықтан да біздің мынау Құдай қаласа сериалға әрекет жасабатын, сериалға түсіретін болсақ, 20 сериал түсіретін болсақ, уже айына қомақты қаражат түсіруге болады. Гаухарға сұрақта, почему вы решили открыть именно вот ПП «Правильная кухня», да? Были какие-то для проблемы женщин с в первую ожирением? очередь это быть красивой, фигура красивая, чтобы была, да? Я вот родила 4-го ребенка своего и поправилась на 23 килограмма. Көзім жетті, что мен подругам бар, Меруерт Мауленова, она қазір нутрициолог қалада, знаменитая тоже, что она доказала, что только питание, только ауызды жауып можно прийти к идеальной форме, плюс еще оздоровиться. Или как я, да? Нет, как вы не надо. Как вы не надо. Я, кстати, тоже это не советую это делать. Конечно. Оказывается, диета это не гречка и отварная курица. Оказывается, это очень вкусные блюда можно делать. То есть разные есть блюда, да? Амарантан продукты аламыз. Сол кезде уже қызға бастадым менде.
оказывается, вот эти макароны можно заменить вот этими. Рис тот же можно заменить таким же рисом, да, то есть несіне қарап. Я сама работала нотариусом. Біз оқып түсетін кезде мен папам сіздермен қатар кісі еді, сөйтіп сол кісі юрист, экономист, медицина. Желание ребенка тогда не учитывалось, правильно? Вот совсем на жаққа барасың, на жаққа барасың. Было мало, да, выбора, да, профессии? Мне папа сказал, ты будешь юристом, все, и больше ничего не обсуждается. Хотя я хотела в өнер пойти, не знаю, на сцене выступать. Сөйтіп 4 жыл юриста оқыдым, одан кейін паспортный столда жұмыс істедім сонда, одан нотариусқа барып, частный нотариус болдым. Ну, не идет, вот просто день проживаю. Сөйтіп бір күні уже отырып, я говорю, болды, мен не могу. И жаңағы диета в это время болып жатыр. Қазанның алдында 5 грамм тұз дейсің, 5 грамм қант, бәрін өлшеп, шаршадым, сөйтіп меруертке говорю, давай ашайық. Повар жалдайықшы дедім. 10 қыз болып жиналып, повардың ақшасын төлейік, бізге тамақ дайындайтын. Сөйтіп, Гоқа, сен жұмыс істеген келіп жатқан жоқ, офисің тұр, давай соны кафе қыламыз деді. Мен вообще ойымда жоқ, мен вообще никогда ресторанный бизнесте болып көрмеген адаммын. Я говорю, я в документациях разбираюсь, но там я не смогу деп, давай помогу деп, сөйтіп сол қыз жәрдем беріп, екеуміз аштық. Адам да сразу жиналды. Почему закрылась? Мен мына жерде екінші кофейня аштым, уже другой формат, сіздер болдыңыздар ғой. Сөйтіп соны ашқаннан кейін уже ойым екі жаққа кетті. Я не могла концентрироваться. Либо мына жолды алып жүруім керек, либо мына жолды алып жүруім керек. В кухне, допустим, ПП, это всё другой было в формат. порядке, да? Это там было все в порядке, да. У нас была доставка. Вы закрылись не из-за того, что там снизился прибыль? Знаете, я потеряла интерес, наверное, потому что вот работала, все вот это свое вдохновение отдала сюда. И когда уже открылся второй формат кофейни, это совсем другой такой, ну как бы мон-кафе, то уже мне вот здесь больше стало интересно. А өзің болмаған жер всегда же погашает. Поэтому я не знала, какой формат взять. Думала, либо сразу 2 точки будем делать, либо... Я знаю, почему получилось. Потому что кайдзен тогда еще не было. Кстати, вот я вот... Про кайдзен расскажите, это новая тема, которая... көбі сұрайды да, мысалы, жақында біз дәкеңмен мысалы Кентауская трансформаторный заводқа бардық, там тоже снимали, делали съемки, да, подкаст маленький. И инстаграмға саласың, статусқа салған кезде көбіне сұрақ туылады, мысалы әсіресе жастардың арасында, не ол кайдзен дейді, да? Кайдзен. Мен жауап берейін десем, мен ол саланың маман емеспін, сондықтан дәкең сізге сөз. Кайдзен қазақтың қанында бар нәрсе. Бірақ біз оны қазақ өзі еліктегіш халықпыз ғой. Мы вообще любим подражать, любим что-то у кого-то взять. И вообще, когда мы даже бренд придумаем, мы обязательно используем иностранное название. Шетелдік ат жазылса, сол бізге әдемі көрінеді, сол бізге дұрыс көрінеді. Енді тенденция сондай. Кайдзен деген енді өзін-өзі дамыту. Это кайдзен, когда вот ты делаешь все максимально эффективно. И с каждым разом ты не останавливаешься на одном, ты начинаешь это все улучшать. Так вот, почему я сказал, что кайдзен в крови казахов? Да потому что такие, как мы, народ, который настолько эффективно использовал свое время, он же так экономику организовал, что он даже не знал, сколько у него қазақта қанша ұсақ мал, қанша ірі мал, қанша санамаған олар осы даладағы бір ойыққа алып келеді, сол ойыққа малын кіргізеді, қарайды. Бір сызықта, міне осы сызықта екен ғой дейді. Бағат, қағат, жаңағы дұрыс жайлауға апарады, шөбі жақсы жерге апарады. Сөйтті ендігі жылға қайтадан кіргізеді сол жерге. Егер жаңағы белгіленген сызықтан көп болса, малы өсу эффективно. Азайып қалса, значит, бір нәрсені жөндеу керек. Бірақ мәнісі олар мал бағуда дүние жүзінде бірінші орында болған. Қазақ сонда ашып қарасақ, сол кездегі экономиканы бізден біз мал сатып, өзімізге матаны алдық, бидайды сатып алдық. Аға солай ғой? Өйткені біз бір мәнісін ұстап алдық та, соның майын шығарып тұрып істедік та. Кайдзен деген сол. Мысалы, да, вот осы кайдзеннің кино саласына енгізуге бола ма? Болады. Кайдзен кофе. Кез келген жерге енгізуге болады. Өйткені бұл жердегі мәнісі, киноны алайық. Мына кісі өзі енгізіп отыр соны. Мүмкіндігінше соның тиімділігін арттырып, адамның әр жүрегіне тиетіндей етіп түсіру ол басты мақсат. Ары қарай ол соған жоспарын құрды, әрекетін жасады, сөйтіп
жүзеге асырған кезде нәтижесін көрді. Дұрыс па? Нәтижеде досыңыз барды да анасын, бір жыл бармаған анасына барды. Дұрыс па? Мына жерде де кайдзен болды. Өйткені адам өзінің жүрегіне ұнамды нәрсені тапты, сол нәрсеге әрекет жасады, сөйтті да бұл көпшілікке пайдасы бар ғой деді да, соны көпшілікке жеткізуге тырысты. Бізде негізі мен ана Нұрлан Қоянбаев не үшін сізге айттым, бізде мына бизнес образование дейді ғой. Біз былай айтсаңыз, бана Дәкең айтып жатыр ғой, біздерде қанымызда бар. То есть у нас вот этот былай көп семинарға қарасаң, негізі интуитивно мы это знаем. Но у нас чуть-чуть она не делает знаний в упаковке, в продаже. Енді мына жастарымыз, олар андай да кішкене предел жоқ та. Біздер андай ғой, көп оқимыз да, бірақ результат аздау шығарамыз да. А жастар андай да, теория бар, практика жоқ. Жүгіріп бара жатыр, сөйтіп, ох, блин, мне уже неинтересно, я же вот так. А мы такие, так, шаг. Казин, ну давай я завтра почитаю, там қарайды так, осторожненько қарайды, көп нәрселерді осторожно қараймыз да. Қазіргі таңда біздің тенденция, что не хватает, көп бизнесмен айтыр, әр талантты көресің да, чуть вот это бизнес знания, бизнес упаковки не хватает. Вы знаете, вот жақында жаңа жылдан кейін Астанаға барып келдім да, вот мен вообще ол тема вообще ойламаған екем ешқашан. Өзімде вообще оған мән бермеген екем. Хоккейный клуб Барс, біздің қазақстанский, арена бар Астанада. Сөйтіп келдім да, қонаққа болып келдім, подругам, мен баламмен бардым, сөйтіп подругам жүр сол жаққа, қазір игра болайын деп жатыр, барасың ба деді. Өмірімде болып көрмеген, мен вообще хоккей туралы ойламағамды. Сөйтіп бардық, балдарымызды алып. Балам 5-те. Енді ана залда, ана аренада, это такой боевой дух, это настолько патриотизм. И самое обидное мне было, когда хоккейный клуб Барс забивает гол, первый, второй, третий, да, 7-1 болғанша ойнады, да? И высвечивается именно Андриенков, Бернарсе Гидзе. То есть бір қазақтың аты жоқ, да? И мен шыққаннан кейін подругам айтамын да, я говорю, вот как вот мы хвастаемся, что вот они выиграли, но на самом деле это же покупные игроки. Почему, говорю, бізде сондай внимание, вот өзіміз балдар өсіп жатыр, неге соларды сондай қызықтырмайды? Почему бармайды? Өйткені ол жерде сама форма, вот у меня подругам баласын берет, полная экипировка выходит около 400-500 тысяч. Причем, что ребенок растет, нога растет, это надо каждые полгода менять. Не у всех есть такая возможность, понимаете? Барса Байден баласы барат, либо же мы только покупаем игроков. Спортсмен болмайды. Да. Кешірмекпін бөлгеніңізді. Негізі мен жастарға бір сұрақ қоямын да, әрқашан. Жастар мінемесін сұраймын, сонда сен елге қашан көмектесесің десем, бәрі анау айтады, жалпы жолсаң сылтаудың астына аласың дейді, жалпы жолсаң. Сол сияқты сылтау айтады да. Мен бай болсам көмектесем елге деп айтады да. Ол үлкен қажет та негізі. Сіздер пайдаланып айтқым келіп отыр негізі. Елге көмектесу үшін, мысалы, әркім өз ісін жақсы көріп, соны шыңына шықса, көмектескен сол болады да. Мысалы, судың өзін шығарған адам дәмді қылып, бір ерекше қылып, еліңе, мысалы, былай айтқанда бізде северде мороженое бар. Алматыдан келетін болса, міндетті түрде айтады. Севердегі мороженеға апаршы, біледі. Ол шебері. Барно деген квас бар. Соны айтады. Мысалы, ол жұрттардың істеп жатқанын тура сол неден істеп жатыр, күріші бар, несі бар, бәрі бірдей. Бірақ мына сіз айтқан неге да, сол нәрсе, сондықтан елге көмектесу үшін міндетті түрде бай болу шарт емес. Өз жақсы көрген салаңды жүрекпен шын еңбек істеші, шыңнан шығар, сен елге сол саланың бір көмектескен боласың. Сосын бір бағанадан бері мен айтсам енді айып етпеңіздер, негізі біз біріншіден қаяқта тұрып жатырмыз деген сұрақ бар да, негізі. Тілге мен әрқашан сөйлеп жүрем, айып етпеңіздер. Сондықтан да бірінші тілді өзімізден бастау керекпіз да. Бағана мен отбасы деп жатсыздар ғой, мен сондықтан да отбасында мен әрқашан орысша неге бермеймін. Егер де мен бала шағамды орысша оқытсам, оның баласы орысша оқиды, ары қарай кете береді, сонда қазақтың несі жоғалып кете ма деген ғой. Сондықтан да бірінші кім екенімізді ұмытпай, салт дәстүрді алға ұстанып деген енді артық айтсам айып етсеңіздер, негізі. Айтайын деген едім тоже соны сіздің алдыңызда. Бағана аға айтты ғой, мысалы Япония айттыңыз, 8 жыл, сол нәрсені бізге де енгізу керек та негізі. Егер де сен 8 жыл 4 жыл, 4 класс тек жапон тілінде. Жапон тілінде да, Одан кейін барып егер де сіз 4 жыл бойы өзіңіздің ана тіліңізді оқысаңыз,
ол мың жерден сіз қытай тілін оқысаңыз ары қарай сіздің мынауыңыз бірінші қалып кетеді жүректе. Сондықтан да мен бала шағам садикке барады ғой, мысалы орысша оқытып жатыр, английский оқытып жатыр да. Былай айтқанда әлі оң солын білмейтін адамға ол миын андай қылып өсіріп жатыр да, ертең ол қалай өсер, мен қорқамын солардың болашағына. Сондықтан да осы нәрсе мен әйтеуір фильм арқылы мен жеткізіп жатырмын да, соны жайлап енді. Касательно вот языка, вот у тебя контент на русском или на казахском? Негізі қазақша білеміз ғой, таза сөйлейміз ғой. Издалека Зарина Жоқ, просто орысша сұрақ қойып жатқаннан кейін солай жауап беріп жатыр. И өзімде, мысалы, Инстаграмда мен тек орысша емес, қазақша да, орысша да араластырып, мысалы, қазақша сөйлеп жатсам, астына орысша жазып қоямын. Себебі мен Россияда көреді ғой, Москва, Бишкек, олар онша біз түсінбейді, поэтому... Охват істеу үшін, иә? И ну там көп сұрайды, біз қазақша түсінбейміз ғой деп жазады, мы не понимаем, может на русском деп, сол үшін осылай екі тілде де жүргіземіз ғой. Қазір аға жоғары білім беру жүйесінде қаншалықты жоғары сапалы кітап бар, оқып үйренеді қазақ тілінде? 0,1%. Мәселен бәрі осы жерде. Егер қазір біз осы буын мүмкіндігінше өзінің маманы болып, осыны түбін сүріп, игеріп одан кейін сол білімді қазақша жеткізе бастайтын болса, Құдай қаласа, бала шағамыз бар ма? Біздің бала шағамызға беретін білім, бізден кейінгі немерелеріміз олар қазақшаны игере бастайды. Дұрыстағы, өйткені біз беріп отқан мәселе қазірдің өзінде, мысалы, өзін дамыту, менеджмент, бизнес, технологиялар бар ғой, әшейін темірді өңдеу бойынша бар ғой, қазақша дым таппайсыздар. Мынандай тема да бар да, қараңыз. Менің семьямдағы жағдай, мысалы. Үлкен қызым оқуға шетелге түсті, ол нені таңдады? Отельный бизнес ресторатор, туризм таңдады да. Карантиннің алдында бір жыл оқып келді. Сөйтіп, бір аптадан кейін маған звондап тұр. Қызым енді еркелеп, шашын жайып, сөйтіп кеткен. Бір аптадан кейін маған звондап тұр, шашы жиналған, тырнағы жоқ. Басында орамал, не болды десе, мама, біз практикадамыз дейді. Қашан көрмесең практика. Бір апта балық тазалайсың, бір апта ет тазалайсың, бір апта... То есть гостиничный бизнеста ол жерде туалет жуудан бастайды. Представляете? Үйге жарты жылдан кейін қызым келді, төсекті жинағанда енді гостиницадағыдай бәрі қылдай, ровно бәрі. Сөйтіп я говорю, сен мынаны қалай істедіңіз? Мама, біз білесіз ба дейді, біз туалет тазаладық дейді. Туалет тазалаймыз, одан кейін номерға кіргізеді, жинатқызады, одан кейін кухняға допускать етеді. Кухняға допускать еткеннен кейін бірінші курстың студенттер, екінші курстың студенттеріне біз официант болып тамақ береміз дейді. Егер олар бізді жамандаса, бізді шығарып тастайды дейді. Қызыңыз қайда оқып жатыр? Алматыда ма? Қызым Испанияда Ларошта оқыды да, до карантина. Енді карантин болды ғой, әлі күнге дейін ол жерде онлайн болып жатыр, өйткені біз оны бұл жерге Алматыға ауыстырып алдық. Приблизительно тоже сондай несіне, сол салаға, приблизительно сол салаға, енді тура сондай сала жоқ, но сол саланы ары қарай оқимын дегеннен кейін. Что у нас происходит? Мен только оқу. Как можно теориямен жастықты қалай жөндейсің, балықты қалай тазалайсың деген сияқты. То есть бәрін просто біздікілер жазады, оқиды, практика жоқ. Вот хотелось бы, енді егер ертең Құдай қаласа оборот алып жатса, обратиться, кім занимается, чтобы практиканы внедряли. То же самое мы юристы, да? У нас практики практически болған жоқ қой, практика болған жоқ. Тоже бәрі на теорию. Осы мәселеде айта кетейін деген, жаңа кайдзен бойынша айтылып отыр ғой. Кайдзен клубта қазір 15-18 шақты осы Шымкенттің кәсіпкерлері бар. Олар толығымен, егер мысалы сіздің бизнесіңізге, болмаса сіздерге қандай да бір көмек керек болатын болса, әрқайсысы ашық, дайын. Сауданы келтіру керек болса, болмаса производство бойынша қандай бір ақыл кеңес керек болатын болса, сондай бір бағыт ұстадық. Оны бастап қойдық. Осы бірінші алғашқы оқу сабақтары қазір АГФ деген Шымкенттегі фабрикаға бардық. Ол фабрикамыз дүниежүзіндегі аты әйгілі IKEA компаниясы үшін төсектерді дайындап өткізеді. Енді IKEA-ның талаптары өте жоғары. Соған қазақтың, мына Шымкенттің баласы осыны ұйымдастырып жатыр. Енді біздің айтайын дегенім, жаңа практика жетпей жатыр ғой. Егер біреу сварщик болып үйренемін дейтін болса,
болмаса жаңағы завод фабрикада бірінші бір үйренемін дейтін адамдар болса, сол мәселеге біз де көңіл бөлейік деп жатырмыз, әрекет жасап жатырмыз. Дұрыс, шетелдің ең үлкен нәрсесі олар білімді теория мен практиканы ұштастырып жібереді. Ал жаңағы айттым ғой, қазақта бұрыннан бері кайдзен бар. Бізде үйрететін болса, ұстаға апарып береді, айтады, еті сенікі, сүйегі менікі дейді. Дұрыс па? Кімге апарса да апарат тапсырады, ол соны үйретіп шығарып, үлкен білікті маман қылып шығарады. Дәл соны бізде дамыту мүмкіндігіміз бар, соны дамытайық, қосайық, үлесімізді қосайық, әрқайсымыз. Сізге барады ма? Алыңыз. Есігім ашық всегда. Бәріміз бірге істейік. Просто қазіргі жастар жаңа айтып кеттіңіз ғой, хотят сразу келіп бастық болуға. Келіп бастық болу. А спонсор нашего крутого подкаст-проекта, который называется Yerkan Time, стал магазин мужской одежды, стильной мужской одежды, который называется под брендом B4M. Супермагазин, который находится в Чимкенте. Смотрите, мы дадим описание под нашим постом. Подпишитесь, поддержите этот магазин стильной одежды для мужчин. И спасибо, что этот бренд помог и нашему проекту, который называется Yerkan Time. Мен қазір үлкен әрекетім, біздің жаңағы клубтағы 18 баланың әрекеті, Марғұлан ағамыз Шымкентке келсін. Шымкентке келіп, үлкен форум өткізсін. Өйткені біздің қазақтың балдарына, жалпы Шымкенттің тұрғындарына, қазағы болсын, орысы болсын, өзбегі болсын, біз көп ұлттымыз ғой. Бірақ сол кісі келіп, осы жерге келіп, мен де кішкентайымда осындай бастадым, әрекетті былай істеу керек, қорықпау керек. Бірден бастық болып кету, бірден бизнес. Бизнес деген ол бірден келе салатын нәрсе емес қой. Барлығы бірден бизнесті бастау үшін бір нәрсені үшін ұстап алу керек те, соны жайлап тарту керек. Міне бастады ғой кішкентайдан. Әшейін бірінші видеоға түстік, актриса болып, дұрыс па, соны ары қарай тарта бер. Зарина, самый бір сұрақ, сен бизнес-образование, ты блогерсың, да? Ты развиваешь, барлығын көрсетіп жатырсың. Бизнес-образование өзің талпыныс бар ма? Или бір на знанияны, әртүрлі блогерлер бар ғой, басында сен сияқты кішкене жастан бастап, қазір бір деңгейге жетіп, бірақ оларда кішкене оқып, где-то образование алып дополнительно, бір студия ашып, студияның образованиясын алып, сенде осындай жоспар бар ма болашақта? Ну, мен өзім негізі бизнеске қатты қызығам. Өзім гостиничный бизнес, ресторанный делода оқимын, бірінші курстамын. Вот, мен до этого өзімнің... Чимкенте? Жоқ, Алматыда. Алматыда. Мен до этого өзімнің магазинді аштым, Блезик деген. Это магазин бижутерии. Вот, но мен оны бір аптада тез сатылып кетті, барлық товар, и өзім бұл салада өзімді қатты былай көрген жоқпын. Өзіме қатты ұнаған да жоқ. Сол үшін мен қазір либо салонный бизнес, либо шоуруммен айналысқым келеді. К завершению мен айтайын дегенім, барлықтарыңыз білесіздер, мысалы, Асқар ағамыздың бұрыннан студент кезде мысалы досы бар болған, мысалы, Бақытжан Ашырбаев деген кісі. Қаламызда тоже архитектор болған, белгілі атақты болған, сол өкінішке орай ол кісі. Қайтыс болсын марқұм ағамыз. Сол кісінің мына фотоморфозы деген кітабы бар да, сол жерде өзінің бірінші парағына жазып болған былай. Қазір түсінесіздер, к чему я клоню. Фотографии меняют меня, а я меняю фотографии. Так мы и живем, меняя друг друга дейді. Сөзді аяқтауымша айтайын деп жатырмын, бір естелікке суретке түсіп, бүгінгі күн, ертеңгі тарих. И самое главное, подписывайтесь на канал Yerkan Time. Это новый проект, первый проект в Чимкенте, в мегаполисе. Жазылыңыздар, біздің Шымкент еліміздің кәсіпкер орталығы.